وين 20 سنة تعال ايوه Одессу, ассаламу алейкум, всему Чимкенту, всем нормальным пацанам. Я вот в Чимкенте тоже был, было очень жарко, я сгорел там, 3-4 дня нормально ходить не мог. Но по-любому я, иншаллах, когда-нибудь посещу еще раз ваш город. Так что давайте, братья, ассаламу алейкум. Спасибо. Пиздец, Да. то в Казахстане говорит пиздец. Ну, понимаешь? Ну, то есть каждая буква там просто высасывает пиздец. Не, понимаешь, там, ну, ситуация, скажи, ну, как говорят в накалена. Казахстане, бля? А ну скажи. Бля. Ну, песня. Это песня. Зайди в будку. Дверь закрывай. Дверь закрой, сказал. Ай, красава! Ай. Слышь, ты что, ее ногой выбиваешь? Что ты ногой Дверь выбиваешь? открой. Открой дверь. А теперь еще раз открой дверь. Дверь открой. Дверь. Молодец, закрой дверь. Красава! Слышь, Твикс, на тебе сникерс. Прижимаемся к обочине, не останавливаемся. Заяц, не страдай хуйней. Сука. Останавливаемся. Третий час уже гоняем тебя. Ты не заебал, ты сам.
15 жыл бойы жазасын өтеп келген қостанайлық Аю бостандыққа шықты. Катя есімді жануар 2004 жылы кішкентай баланы жарақаттаған үшін түзеу мекемесіне қамалған. Жыртқышаң қазір Солтүстік Қазақстан облысындағы зообаққа ауыстырылды. Бұдан былай Катя қандай жағдайда өмір сүрмек? Басқа жануарлар Аюды қалай қабылдады? Аймақтағы тілшіміз Абзал Құрманкин жануардың жаңа қонысын көріп қайтты. Катя есімді Аю Қостанайдағы нөмірі 161-де 2 түзеу колониясын 15 жыл бойы мекен еткен. Осы уақытта жазасын өтеушілер жануарды бауыр басып қапты. Бірі күн сайын тәтті тоқаш беріп еркелетсе, енді бірі оның құрметіне арнайы ескерткіш жасаған. Сол Аю келгеннен бастап арнайы су бұрқағы бар, екі есті арнайы үлкен темір тор орнатылған кең көлемде ойнау үшін, сергу үшін, уақыт өткізу үшін. Осы уақытқа өзін жаман-жанын көрсетілген жоқ. Сондықтан да біз осы мекеме бастықтарымен, осы өзіміздің немізбен It's the motherfucking DLG. I don't know what you heard about me.